Айсұлтан, аяулы жарым боласың ба Мөлдір? Көптен күткен қуанышты жаңалық орын алды. Мисс Мөлдір қызымыз Ізбасар мен Әселдің қуанышына орай гендер пати ұйымдастырды. Мөлдір гендер патиге Айсұлтанды да қонақ ретінде шақырды. Мұны естіген Айс дереу салтанатты шараға асыға келді. Мөлдірдің соңынан қалмай еріп жүрді. Тіпті Мөлдірмен құшақтасып одан әрі жақындай түсті. Патиге қатысқан редакция ұжымы Альмира ханым мен қатысушылар. Келесі той Айс пен Мөлдірдің тойы деп Мөлдір мен Айсқа жылы лебіздерін білдірді. Мұны естіген Мөлдір иә мен Айсұлтанды жақсы көремін деген сияқты кейіп танытты. Айсұлтанда Мөлдірге деген махаббат эмоциясын жасыра алмады. Әсел мен Ізбасардың гендер патиі дүркіреп өтті. Аталған шараға Абзал кіріп келді. Жұрттың бәрі Сара қайда деп сұрады. Абзал ештеңе айтпады. Еске салайық, Сара тікелей эфирде Абзалмен бәрі біткенін, одан әрі Абзалдың былығына шыдамағанын айтқан болатын. Альмира ханым Хамо мен Дианаға айтып тастады. Альмира Асқат қызы Хамодан той жайында сұрады. Хамо той кейінге қалдырылды деп жауап берді. Бірақ Арыстан мен Арина қуанышымен бөлісті. Тойдың аулы алыс емес деген сияқты мегзет, Арайдың Арыстаны Ізбасар мен Әсел болашақ сәбиінің жынысын анықтады. Қатысушылар салтанатты шараға көк және қызыл түсті киім киіп келді. Ұл болады дегендер көк, қыз болады дегендер қызыл түсті киіммен келді. Сүйінші көрермен, Ізбасар тағы да ұлды болмақ. Ізбасар мен Әселдің қуанышын бүкіл қосылайық бөлісті. Желі қолданушылар мен жиналғандар Әсел мен Ізбасарды құттықтады. Аталған шарада Айсұлтан Мөлдірді құшақтап жүрді. Мисс Мөлдір қызымыз кетер емес. Мұз Мөлдірді ерткен Айс пен Мөлдір бақытты болсын. Жұптық арақатынас кейін әрине қосылайық төрінде той күтеміз.